Қазақстан Республикасы егеменді тәуелсіз демократиялық мемлекет. Оның өз ата заңы, мемлекеттік рәміздері, ұлттық валютасы бар. Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі ұлттық валюта. Ол Қазақстан Республикасы көлемінде пайдаланылатын заңды төлем құралы. Ақша асыл қазына, халық байлығы. Халқымыз теңгені бұрында пайдаланған. Ерте замандарда теңгелерді Түркістан, Тараз қалаларындағы арнаулы шеберханаларда жасаған. Ұлттық валютамыз Қазақстан Республикасы президентінің 1993 жылғы 12 қарашада жарлығымен 1993 жылы 15 қараша күні таңертең сағат 8:00-ден бастап енгізілді. Қазақ теңгесі Англияда басылды. Ұлттық теңгеміздің шеттері қазақтың ою-өрнектерімен безендірілген. Теңгенің 16-ға жуық құпия қорғанысы белгісі бар. Теңге біздің дербес ел болғанымыздың белгісі. Басқаның валютасына тәуелді болу, барлық байлығыңды біреудің билігіне беру. Ұлттық валюта еліміздің даму көзі, әлемдік деңгейге теңелудің алғашқы факторларының бірі. Ол барлық уақытта тәуелсіздігімді қамтамасыз етеді. Кез келген егемен елдің рәмізі болатын секілді өз валютасының болуы да заңды. Өйткені ұлттық валютаны жариялап, оны айналымға түсіру тәуелсіздіктің басты қадамдарының бірі еді. Ал теңгенің айналымға түсуі егеменді Қазақстанның қаржылай да тәуелсіз екенін тағы да бір жария етуі болатын.